қалай жүретінсіз, қазір қалай жүресіз, соны көрсетсеңізші. Бүйтіп жүретін мені. Былайынан аяғымды бүйтіп ақсаңдап жүретін. Қазір енді тікемнен Жүріп көріңізші. осылай жүремін. Аллаға шүкір, тәте қандай қуаныштымын. Жақсы болдым. Әр аяғым ауырған сайын жылайтым үйде отырып. Яғнысында артроз берді. Сонымен екі тіземе дәу, үлкендігі дәу болып шишка шықты. Осыны 2 ай пайдаландым. Алғаныма бірінші рет алдым. Бірақ 2 ай пайдаланып, нем жақсы болды, диагнозым бар. Аяғымда шишкаларым қатты болған. Ол пәсейді. Көрсетсеңізші. Көрсет. Аха. Мына шишкаларым қатты болды. Қандай еді размері? Размер болғанда дәу мына жұдырық құсаған тұғын қатты. Ол осы жұмсарды қазір, мен көрдіңіз бе? Аха, азайды, иә? Сізге кетті, иә? Содан азайып, жақсы болды аяғым. Жүрісінде жақсы болды. Мына магазинге барып келгенше шаршап, 2 аяғым ауырып. Осыны ішкелі бері аяғым жақсы. 80 мыңнан мынандай бір нені 100-180 мыңға да алған күнім болды. Қытайға да барып келдім. Осы аяғымды емдедік. Үш жақтан көмек болмады, Құдайға тәуба. Мынаны Құдай айдап келді маған Инстаграмға. Инстаграмнан көріп алдыңыз, иә? Инстаграмнан көріп осыны алдым. Көрермендерге айтам, алыңыздар, осыны емдетіңіздер, аяқтарыңыз, сустаптарыңызды ауырып жүргендеріңізді. Содан осы аяғым жақсы болды. Қандай күшті. Ұйқым да жақсы болды. Ұйықтай алмайтын. Bir жағы сайқырым да бар ғой. Содан да ұйықтай алмайтын. Жаман болды. Таң атқанша сағат 2-де тұрып алам ба, таң атқанша. Қазір жақсы, ұйқым да жақсы, жақсы, тамағымда қабырғам асты ауыратын. Ол да басылды. Иә, бұл іш құрылыс толық тазалайды. Изоға бәрін кетіреді негізі. Асқазаным да ауыратын. Көп тамақ ішсем, кекіріп қайта сөйтетін. Оның бәрі жақсы болды қазір. Аха, күшті. Енді жаңа бір сөзіңіз айтып кеттіңіз ғой, қанша жыл мазалады ауыру дедіңіз? 20 жылдан бері аяғым сыздап ауыратын. Аха. Мына көршілерім таңғалып жатыр. Бүйтіп жүретін, сөйтіп. Маймақ болып жүрушіңіз ғой, иә? Үйді құсап жүрем ғой, аударылып. Ісік болды сізде, шишка болды. Әсіресе мына оң аяғым. Сізде көрдіңіз бе, бізде көп адамдар артроз үшінші степень, артроз үшінші степень деп жатыр. Соларды емдеп отыр ғой, номад чудо десе чудо. Аллаға шүкір. Операцияға жіберген мені. Операцияға жіберген пәленбай ақша болды. Аха. Оған барғанменен мен сақырым бар, екі ортада жасап. Болмайды операция. Бізде мен өзім көзім көріп жүрген адамдар операцияны ертең барам деп тұрған күні бармай осыны ішіп емдеп кеткен апайлар бар да. Инстаграмда оқып бәрі отырып осының бәрін білдім ғой. Сіз бірінші емес, сондай жазылып жатқан адамдар өте көп бізде. Тағынан салмақты да түсіреді екен. Мен өзім байқадым. Сосын мен ана аяқтарыма, саусақтарым арасына грибок құсап басып кететін. Жұқтырып алдым бір баняға барғанда ше. Сол грибогым жазылып жатып жазылды ғой. Күшті. Таза аяғым қып-қызыл болып, табандарым күшті болып қалды.